Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін бізде ондық және жай бөлшектерге амалдар қолдану болып табылатын тақырыпқа келдік. Бұл тақырыпта біздер нені меңгереміз, нені үйренеміз десеңіздер, бұл жай пысықтау, яғни өткен аралас сандар, ондық бөлшектер, жай бөлшектерге байланысты тақырыптарды жүйелеу болып табылады. Яғни мысалға қарайтын болсаңыздар, бізде ондық бөлшек, аралас сан және жай бөлшекке байланысты өрнек берілген. Сол өрнекті қалай орындау керек, қандай жағдайда қай амал бірінші орындалу керек, немесе ондық бөлшекпен аралас санның азайтындысы немесе қосындысы неге тең болады деген секілді сұрақтарға қосымша жауап беретін боламыз. Ал кеттік, бастайық бірге. Берілген мысалды көшіріп жазып алыңыздар. Жазып болсаңыздар, әрине жалғастырайық, Бізде жақша берілген, ең алдымен жақша ішінде өрнек, ол 83,2 деген ондық бөлшек және азайту амалы, және 80,6 деген аралас сан берілген. Яғни ондық бөлшектен аралас санды азайту. Және жақша сыртында жай бөлшекке көбейту амалы тұр. Бұл өрнектің мәнін қалай табуға болады? Бірінші деп қояйық. Әрине бірінші амал бізде жақшаның іші орындалу керек, оны бір деп қояйық. Бірінші шешіп көрейік. 83,2-ден азайтамыз 80,6-дан ондық бөлшектен аралас санды қалай азайтамыз? Біз әлі оған келген жоқ едік, мінекей бүгін түсіндіріп көрейік. Егер біреуі ондық бөлшек, екіншісі аралас сан болса, біз екеуін теңестіру керекпіз, яғни екеуінде аралас сан түрінде жазамыз, немесе екеуінде ондық бөлшек түрінде жазуымыз керек. Одан кейін ғана барып азайту амалын орындайды екенбіз. Енді қайсысына бірінші, қайсысымен шешкен жеңілдеу десеңіздер, аралас санның мына бір бөлшек бөлігіне қарайсыздар. Бөлшек бөлігіне не үшін қарайсыздар? Себебі бөлшек бөлігіндегі сан ол шексіз ондық бөлшек болып кетуі мүмкін. Яғни ондық бөлшекке айналдырған кезде шексіз ондық бөлшек болып кетсе, оны есептеу қиын болады және нақты мәні шықпай қалуы мүмкін. Сол себепті берілген ондық бөлшекті аралас санға айналдыру керек болады. Әрі ол тиімді болып келеді көп жағдайда. Енді көрейік, мысал үшін қараңыздар. Бізде ол 83,2 деген сан болып табылады, аралас сан болса. Азайтайық 80,6-дан Байқасаңыздар, мұнда 10 мен 2-ні қысқартуға болады. 2-ге қысқартсақ 5, мұнда 1-ден болады. Енді аралас саннан аралас санды қалай азайтушы едік? Тағы да еске түсірейік. Бүтін бөлігінен бүтін бөлігін азайтамыз. Яғни 83-тен азайтамыз 80-ді. Шыққан мәнге қосуымыз қажет нені? Жақша қалып қойсақ та болады негізі. Бөлшек бөлігінен бөлшек бөлігін азайтқанды, яғни 5-тен 1-ден азайтамыз 6-дан 1-ді. Қарапайым есептеу ғана қалды. 83-тен 80-ді азайтсақ бізде 3 шығатыны белгілі. Оған қосамыз. Нені? Келесі өрнектің мәні, жақшаның ішіндегі мәнді. Ортақ бөлім не болады? 5 пен 6-ға әрине 30 болады. 5-тің тоқтауыш көбейткіші 6, 6-тың тоқтауыш көбейткіші 5. 6-ны 1-ге көбейтеміз, ол 6. 5-ті 1-ге көбейтеміз, ол 5. 6-тан 5 азайтсақ, ол 1 болатыны түсінікті. Демек бізде 3,30-дан 1 деген мән шыға келді. Бұл бізде жақшаның ішінде, яғни ондық бөлшектен аралас санды азайтқанда шыққан мән болып тұр. Енді жақшаның сыртында көбейту амалын орындайық. Ол бізде 2 болсын. Екінші орындалған амал болсын. Жақшаның ішіндегі мән бізде 3,30-дан, мына бізде жақша 1 болды, оны көбейтуіміз керек. 13-тен 3-ге, тамаша. Енді көбейтетін болса қалай көбейтеміз? Біреу аралас сан, екінші жай бөлшек болып тұр. Аралас санды 1-ден көбейте алмаймыз, оны алдымен бұрыс бөлшекке айналдыру керек еді. Айналдырса қалай болады? Бөлімін сақтаймыз. Бөліміндегі мәнді, бөліміндегі санды бүтін бөлігіне көбейтіп, алдындағына қосатын едік. Яғни 30-ды көбейтеміз 3-ге, ол 90 болады. 90-ға 1-ді қойсақ, 91 болады, қосатын болсақ. Енді оны көбейту керекпіз 13-тен 3-ге. Байқасаңыздар, жай бөлшекті көбейту, қысқарту амалын қолдануға болады. 3-ге бөлетін болсақ 1-ден, 3-ге бөлетін болсақ 10 болып табылады. 91 мен 13-те қысқарады. 13-ге бөлсек 1-ден, 91-ді 13-ге бөлсек 7-ден болып табылады. Демек, жауабы 10-нан 7. Яғни мәні 10-нан 7 болып табылады. Немесе
0,7 деп алса да болады екен. Яғни байқағандарыңыздай әртүрлі амалдарды қолданып, біз бұның барлығын орындауды білеміз. Тек қана осындай бір күрделі өрнектер кездессе, қалай орындау керектігін түсіну үшін жасап жатырмыз. Яғни бізде мәні 10-7 немесе 0,7 шықты. Енді екінші өрнекке қарап көрейік. Екінші өрнек дәл біріншіге ұқсас, бірақ кейбір амалдар керісінше, иә? Не байқаймыз? Азайту орнында қосу тұр, көбейту орнында бөлу тұр. Ал басқалары дәл соған ұқсас, яғни бізде ондық бөлшекке қосуымыз керек аралассанда, шыққан мәнді көбейтуіміз керек, бөлуіміз керек жай бөлшекке. Ал кетті бастайық. Бірінші нені орындауымыз керек? Жақша үшін орындауымыз керек, екінші бөлуді. Жақша ішінде бізде не тұр? 0,128-ге қосылған 1,3-1 тұр. Енді сұрақ қояйын. Екеуін қосу үшін екеуі бірдей болу керек деп айттық. Екеуі де бірдей немесе ондық бөлшек, немесе екеуі де бірдей аралассан болу керек. Қайсысын айналдырған дұрыс болады? 0,128-ді аралассанға айналдырайық па, бөлшекке айналдырайық па, әлде 1,3-1-ді ондық бөлшекке айналдырайық па деген сұрақ туындаса, қайсыған қараймыз дедік? Аралассанның бөлшек бөлігіне қараймыз, яғни 3-1-ге. 3-1-ді біз ондық бөлшекке айналдырса қалай болады? Ол шексіз, ол нақты, шексіз ондық бөлшек болып кетеді. Яғни, қараңыздар, мұнда бір мысал ретінде сызып қойып жасайықшы. 1 бөлінген 3 деп отқанымыз, немесе 3-1 деп отқанымыз, ол қандай сан? Ол 0,333 болып жалғасып кете береді. Яғни, шексіз ондық бөлшек. Сол себепті оны есептеп нақты мәнін табу қиын болады бізге. Сол себепті берілген өрнекте қосылғыштардың арасынан аралассам болса, және аралассамның бөлшек бөлігі бізде шексіз болып кетсе, ондық бөлшек айналған кезде, онда оған тимей қояйық. Дұрысы, ондық бөлшекті аралассанға немесе жай бөлшекке айналдырайық. 0,128 деп отқанымыз, ол 100-ден 28 деген сан, иә? Оған қосуымыз керек 1,3-1-ді. Ал енді есептеп көрейік. Қысқартуға болады 1-ден. 4-ке қысқартатын болсақ, 4-7-28, 7 шығады, 100-ді 4-ке бөлетін болсақ, 25 болады. Енді ортақ бөлім берсек, ол 1 бүтін өзі сақталады, 1-дің өзі. Ортақ бөлім бізде 75-телік. 7-ге бізде толықтауыш көбейт 25-тен 7-ге 3-тен болады. 3-тен 1-ге бізде толықтауыш көбейткіш 25-тен болады. 7-ге 3-ті көбейтсек 21, 25-ті 1-ге көбейтсек 25-тің өзі, 21-ге 25-ті қоссақ 46 шығады. Мінекей, бұл бізде жақша ішіндегі өрнек болып табылды. Өрнектің мәні болып табылды. Енді жақша сыртындағы екінші амал бөлуді орындап көрейік. Екінші, жақша ішінде бізде 1,75-тен 46 шықса, оны бөлуіміз қажет 30-дан 11-ге. Бөлу амалын орындайық. Яғни аралассанды жай бөлшекке бөлейік. Бөлу үшін айттық, тағы да 1-ден аралассан күйінде бөле алмаймыз. Сол себепті оны бұрыс бөлшекке айналдыру керек. Бөлімін сақтаймыз, 75-тің өзі қалады. Алымдағы мән табу үшін 75-ті 1-ге көбейтеміз, 75-тің өзі. Оған 146-ны қосатын болсақ, 121 шығады. Және көбейтуіміз керек бөлгіштің керісіне. Яғни алымның орнына бөлім, бөлімнің орнына алым жазамыз. Яғни 11-ден 30-ға. Ал енді осыны орындайық. Орындайтын болсақ, бізде қысқарту амалын қолдану болады, әрине. 121 мен 11 қысқарады. 11-ге бөлсек 1, 121-ді 11-ге бөлсек 11-дің өзі шығады. 30 бен 75-ті қысқартуға болады. Нешеге қысқартуға болады? 5, 15-ке қысқартуға болады. 15-ке қысқартсақ 5-тен, 15-ке қысқартсақ 2-ден болады. Басқа қысқаратын еш нәрсе жоқ, менің ойымша. Яғни 22-ден 5 шықты. 22-ден 5 біздер не істейміз? Берілген жай бөлшекті ондық бөлшек айналдырып көрейік. Ол үшін не істеуші едік? Бұл деп отқанымыз 22 бөлінген 5 деген сөз, иә? Яғни бөлу керек. 22-не 5-ке бөлейік. 20-ның ішінде 5 4-тен 20 болады. Азайтсақ 2. Өтір қойып 0 түркейік. 20-ның ішінде 5 тағы да 4-тен. 20 шығады, азайтамыз 0. Яғни 4,4 деген. Мінекей. Біз білетін барлық амалдарды қолданып, барлық тәсілдермен, әдістермен осылай берілген өрнектің мәнін таптық. Ол бізде 4,4 шықты. Яғни осыған дейін өткен бізде тақырыптарымыз, жаңа ұғымдарымыз осындай өрнектерді шешу үшін аса қажетті болып табылады екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.